Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге «Әулет құпиясы» деген жаңа киноны қысқаша шолу ретінде көрсететін боламын. Бәрімізге белгілі Юсуп Мироғлының жаңа сериалы. Бұл жерде Доған рөлінде ойнайды, яғни ауруханада бас хирург болып қызметін атқарған Доған өзінің сүйкімді қарындасы Мелекпен әңгімелесіп жатыр. Мелек әпкесінің тойына шақырды, және бұл той үшін Доған үшін өте маңызды. Әкесін жек көрген Доған қарындасы үшін тойға баруға келісті. Ал мұнда Шагала деген. Бұл Шагала адвокат қыз. Ол өзінің қорғалушысын көмектесу үшін асығып жүгіріп келеді. Және үйге жеткеннен кейін ол әйелге ұрсады. Сен неге күйеуіңмен ажыраспадың, сотқа неге келмедің дейді. Әйел болса, мен бара алмаймын дейді. Осы кезде оның күйеуі келіп, қолында тапаншасы бар екен. Айша, есікті аш, мен сені қазір өлтіремін деп айқайлайды. Осы кезде адвокат оған көмектеседі. Десе де адвокатты итеріп жүріп әйелін атпақшы болады. Бұған Шагала намыстанып, әлгі ер адамның қолындағы тапаншасын лақтырып, ер адамды сабай жөнеледі. Осы кезде артынша шақырып қойған, яғни бұның ағасы бандит Берак деген полицияға шақырып қойған екен. Осы кезде қарындасы, мен сен үшін алаңдаймын. Сен неге жалғыз өзің бұндай істі жасап жүрсің, және тегін жасайсың? Мен саған айттым ғой, мен Қанжол әулетінің компаниясына жұмысқа тұр, ол жерде көп ақша төлейді деп қарындасын азғырып келеді. Ал мұнда Қанжол әулетінің соңғы тұяғы кезекте болады. Доған өз үйіне келіп демалып, және алғаш рет өзінің туған жеріне бармақшы. Доғанның қарындасы бір кітапты құшақтап отыр. Бұл кітапта ағасы соңғы сөздерін және медицина туралы екен. Ал әкесі бұны байқап қойып ұрмақшы болады. Содан кейін далаға ашуланып шығып кетеді. Әкесінің алғашқы ең үлкен ұлы бар. Ол ұлы өте қорқақтау, десе де әкесі оны жек көреді. Барлығы бір отбасы деген аты болмаса, бұл отбасыда береке, бірлік жоқ. Ұят болады деген мақсатпен өзінің інісін күтіп алуға шыққан ағасы Доғанды күтіп алып, өздерінің балалық шақтарын еске алып, және әуежайға қайтуға, қонақ үйге баруға. Бірақ мен бармаймын, өзім жалдаған үйім бар десе де, інісін алып кетті. Осы кезде алдынан және артынан танымайтын көліктер шығып, бұл Доғанның ағасын қорқытады. Осыдан 25 жыл бұрын дейді, Доған мен ағасын туған әкесі өте қатты есікпен тәрбиелеп, және екі ұлына мылтық атуды үйретіп жатыр. Және бұл да мақсаты өздерін қорғау және барлығын қорқыту мақсатында. Бірақ әкесінің қорыққан үлкен ұлы дәл деп аталмай жатыр. Осыдан кейін ойланып отырған інісі көліктен түсіп, әлгі ағасына тиіскен, ағасына әлімжеттік жасағандардың әбден сазайын беріп, бұл жерде оларды қорқытып, Берак деген атымен қорқып қашып кетеді. Негізі Берак Шагаланың ағасы. Ал мұнда Доған алдағы уақытта бандиттің ағасымен бұл дәрігер кездеседі.